Аспандағы ең жарық жұлдыздардың бірі Бетельгейзе соңғы айларда ерекше күңгірттеніп кетті. Бұл оның жақында жарылатынын білдіре ме? Және мұның жерге қандай әсері болмақ? Орион шоқжұлдызының сол жақ жоғарғы бұрышындағы Бетельгейзе қызыл супер алып. 8 миллион жыл бұрын түзілген жас жұлдыз бізден 600-700 жарық жылы қашықтықта. Оның бетінің температурасы 3500 Кельвин, көрінетін бұрыштық диаметрі 0,47 бұрыштық секунд. Жұлдыздың диаметрі күннен 1000 жарым есе, ал массасы 13-17 есе артық. Жұлдыз сутегімен аз ғана гелийден түзілген, қойнауында термоядролық реакция жүріп жатқан алып шар. Газ бұлтынан жұлдыз түзілгенде, оның ядросы бірнеше миллион градусқа қызып, сутегінің гелийге айналу реакциялары басталады. Бөлінген энергияның қысымы жұлдызды сығымдамақ болған гравитацияны теңгеріп тұрады. Энергия жұлдыздың бетіне жеткенде электромагниттік толқындар түрінде сәуле шығарады. Сутегі жанып біткеннен кейінгі жұлдыздың тағдыры оның массасына тәуелді. 10 күн массасынан жеңіл жұлдыздардың ядросы сығылып, 100 миллион градусқа қызады да, гелий көміртегіне айнала бастайды. Ал жұлдыздың сыртқы қабығы қампайып, қызыл алып пайда болады. Гелий таусылғанда тығыз ядро ақ ергежейліге айналады. Ал қабық кеңейіп, ұшып кетеді. 8-10 күн массасынан ауыр жұлдыздар сутегін тез жағып жіберіп, қызыл супер алыпқа айналады. Гелийде біткенде орасан гравитация ядроны қатты сығып, миллиард градусқа дейін қыздырады. Мұндай температурада көміртегі тұтанады да, мыңдаған жыл бойы магний, неон және оттегіне айналады. Бұл элементтер жүздеген жылда жанып бітіп, жұлдыздың ортасында өздігінен синтез реакциясына түспейтін темір қалады. Орталық облыс гравитацияға қарсы тұра алмай, қатты сығылып, аса тығыз нейтрон жұлдызға, не қара құрдымға айналады. Орасан энергияны жұлдызды кедергісіз басып өтетін нейтринолар алып кетеді. Ал ядроны қоршаған облыстар орталыққа құлап, соқтығысады да, кері серпіледі. Пайда болған қуатты соққы толқыны бір аптада жұлдыздың сыртқы қабаттарына жетіп, оларды жан-жаққа шашады. Супер жаңаның жарылысы атты ғаламат құбылыстың жарқылы галактикадағы барлық жұлдыздардың жарығына тең. Бетельгейзе қойнауындағы сутегі мен гелий жанып бітіп, бірнеше мың жылдан бері ол көміртегін жағуда. Тіпті бұл кезеңде аяқталып, қазір магний немесе неон жанып жатуы ықтимал. Демек, таяудағы 10 мың жылдың кез келген сәтінде жұлдыз екінші типті супер жаңаға айналуы мүмкін. Бетельгейзе жарылғанда, оның жарықтығы бірнеше аптаға аспандағы аймен теңеседі. Супер жаңаның жарықтығы сондай, ол күндізде көрінетін болады. Пайда болған тұмандық біртіндеп солғындайды да, жылдар өте мүлдем көрінбей кетеді. Бетельгейзенің орнында диаметрі 10 километрдей кішкене нейтрон жұлдыз қалады. Ерекше құбылыс тым алыста болғандықтан, жердегі өмірге қауіпті емес. Ультракүлгін, рентген және гамма сәулелену түгел дерлік бізге жетпей шашап кетеді. Бетельгейзе айнымалы жұлдыз, оның жарқырауы 150-400 күн сайын құбылып тұрады. Алайда соңғы айларда жұлдыз ерекше күңгірттеніп, оның жарықтығы 2019 жылы желтоқсанда 50 жылдағы ең төмен деңгейге түсті. Жарықтықтың құбылуы қызыл супер алыптарға тән қасиет. Жұлдыздың ішінен келген сәуле әсерінен оның сыртқы қабықтары қызып, кеңейеді. Нәтижесінде газ сиреп, мөлдірленеді де, қайтадан суи бастайды. Температура мен қысым азайғанда гравитация газды көбірек сығымдайды.
Тығыз газдың мөлдірлігі азайып, сәулелену оны қаттырақ қыздырады да цикл қайталанады. Яғни құбылуды жұлдыздың сыртқы қабығындағы үдеріс туғызады, және супералыптың ортасындағы жағдайдың бұған қатысы жоқ. Сонымен, астрономдардың айтуынша, Бетельгейзенің әдеттен тыс күңгірттенуі оның жақында жарылатын білдірмейді. Ғаламат оқиға 1 жыл, 100 жыл немесе 10 мың жылдан соң болуы мүмкін. Жер асты және су асты детекторлары кенет Орион жақтан келген нейтрино ағынын тіркесе, бірнеше күннен соң супер жаңаны өз көзімізбен көреміз.